Сәлеметсіздер ме, Гүлсияр қауым? Бүгін мен сіздермен шыршаны жаңағы бұтақшаларынан қалай өсіруге, көбейтуге болатындығы жөнінде айтпақпын. Ол үшін бүгін мен кешкі серуенге шыққанда үй маңайындағы шыршалардың сынып жатқан жаңағы бұтақтарын үйге алып келдім және оларды жаңағы егуге, тамырлауға дайындадым. Алдымен мынау жаңағы бұтақтарды былай бөліп, негізінде мына қалың бұтақтың жан жағындағы кішкене бұтақшаларын жеке-жеке бөліп алдым. Мінекей, сындырып қолмен сындыру керек бұны. Содан кейін 7-10 сантиметр ұзындықтарына қарай астыңғы жаңағы қылқан жапырақтарын алып тастау керек. Бұлар бізге қажет емес. Мінекей, оларды мен былайынша қолмен ерінбей жұлып тастадым. Мінекей, бір екеуін тағы да жұлып көрсетейін. Осылай жұлып тастадым. Мінекей, былай төменгі жақтарын 7-10 сантиметрге дейін. Осылайша мені барлық жаңағы жұлып алған бұтақтардың бәрін осылайша жаңағы төменгі жақтарын жаңағы қылқандарынан тазарттым. Мінекей, мынадай бір кішкене бөлігі бар екен. Бұларды да мені жартылай жұлып тастадым. Одан кейін бұл жаңағы шырша бұтақтарын жаңағы мынадай не дейді, терка дейді ма? Сол терка бар ғой, соның мынандай жеріндегі майдалауға арналған жаңағы көздерінен әрбір бұтақты аламыз да былай соған тегізе тартамыз. Сол кезде мынандай жағдайлар болады. Қабықтары жұлынып қалмай, кішкене қабықтарымен осылай аршылып, әр жерлері аршылып қалады. Бұл бізге жаңағы тезірек тамырлауға септігі тиеді бұлай етудің. Осылайша барлық шыршалардың несін мынадай қылып жұлып тастамаймыз қабығын толығымен, тек қана жаңағыдай осылай бұтаққа дымқыл ауа бару үшін осылай етеміз. Одан кейін бұларды ерітілген қарсуымен, мынау ерітілген қарсуы, осы ерітілген қарсуына 1 суткаға салып қоямыз. Бұны тәрелкеге да жаңағы құйып салуға болады, шұңғылдау тәрелкеге, не болмаса жаңағы барша бойымен қаншалықты сияды, сонша бәрін бұлай салып жіберуге болады. Бұлай еткен кезде мынау шыршаның бұтағының ішінде смалалар болады. Сол смала дейміз ғой, жаңағы клей сияқты смалалар болады. Сол смалалар жаңағы біздің тілген жерімізден сыртына шығып, жаңағы суға түсіп қалады, не болмаса әйтеуір жаңағы іштен сыртқа шығады. Бұл біздің шыршамыздың тезірек тамырлауына жаңағы жақсы болады. Сол клейлер сыртқа шыққан кезде тезірек сол жерлерден тамыр шығады. Әйтпесе ол тамыр шығуға кедергісін келтіреді. Мінекей, сол үшін жаңағы теркамен, не болмаса пышақпен аздап қабығын аршып тастамай, жай ғана жаңағыдай бұлай сырып шығамыз. Шырша бұтақтары бір жаңағы сутка неде тұрды, қарсуында тұрды. Оларды жаңа 1-2 сағат бұрын алып қойдым. Қазір жапырақтары кеуіп, бірақ та кішкене дымқылдау болып тұр. Міне дәл осы кезде біз мынадай не болады, тамыр өсіргіш корневин деген болады. Бұл жаңағы тамырдың шығуына ықпал жасайтын, көмек беретін осындай ұнтақ арнайы. Қазір біз осы арнайы ұнтақпен жаңағы мына шыршамыздың нелерін, жаңағы сабақтарын, тамыр шығатын жерлерін
ұнтақты жағып шығамыз. Бұлай сеуіп шығамыз. Одан кейін тағы да жаңағы оны арнайы қолмен не қыламыз. Ысқылап, бұның кеше біз не қылдық қой. Жаңағы мынаның сабақтарын кішкене тырналап, кішкене аштық қой. Міне сол жерлерге біз бұлай мына ұнтақ тиетіндей етіп, қолмен әдейілеп бұлай жағамыз алдымен. Ол жаңағы ашылған теркамен ыстық қой кеше, сол ашылған жерлерге тию керек. Міне осылай дайындап аламыз. Әрбір шырша бұтағын. Міне бұл тамырдың шығуына үлкен көмегін тигізеді. Былай ысқылау керек. Сонда анау кешегі сырылған қабықтардың арасынан жаңағы несіне қарай, өзегіне қарай осы жаңағы тамырлатқыш қоспа жұғылады. Мінекей. Екеуін істедік па? Міне осылайша барлығын жасап шығамыз. Мінекей. Былай. Түбіне де жағып қоямыз мынадай. Түбіне де жағып былай қоямыз. Мінекей. Бұл корневин деген жаңағы қоспа, тамырлатқыш қоспа. Бұл жаңағы гүл сататын магазиндерде және сонымен анандай шаруашылық заттарын сататын жерлерде барлығында кездеседі. Оны жаңағы арнайы іздеп барған адам сондай базарлардан да кез келген жерде сатады ғой. Жаңағы гүлге байланысты, гүл өсіруге, не болмаса бақша салуға жаңағы айналысатын жерлерде осындай болады. Бақша салуға арналған заттарды сататын жерлерде. Міне осылайша былай корневинді жағамыз. Міне бұл өте жақсы көмегін береді деп ойлаймын. Олардың да келесі видеода мен сіздерге бұның нәтижелерін көрсететін боламын міндетті түрде. Не болды, қандай жағдайда өсіп келе жатыр ма. Бірақ та бұл шыршаның өсуі өте не болады, ұзақ болады. Бірден басқа жаңағы өсімдіктер сияқты лезде ілі басып өсіп кетпейді. Сондықтан бұны біз біраз уақыт, бір айдай, не болмаса 1,5-2 айдай күтуімізге тура келеді. Мінекей, шыршаларымызды да дайындап біттік. Енді бұларды тек қана топыраққа отырғызу қалды. Мінекей, барлығы да дайын болды. Қанша түп бізде? 4, 5, 6, 7, 8 түп екен. 8 түп. Мына жерде тағы да бір түп қалып қапты. 8 және 9-шы түп болып саналады. Осы 9 түпті біз қазір 9 түпте дайын. Қазір мен арнайы мынадай стақандарды, ыдысты алдым. Бұл ыдысты алу себебім мынау картон қағаздан жасалған. Міне қағаз талшықтарынан, сондықтан бұл ауа өткізеді. Біздің шыршамыздың тамырына ауа өте қажет. Сондықтан жаңағы ауа өтетіндей, қабырғасынан да барлығынан ауа өтетіндей осындай ыдысты таңдадым. Бұл да жаңағы кез келген гүл сататын дүкендерде, базарларда болады. Енді мынау қазір осы ыдысымызға, бұл шыршаның жаңағы постоянно өсетін ыдысы емес, бұл тек тамырлағанша ғана қолданамыз. Сондықтан бұның түбіне біз дренажды сала қоймаймыз. Салып жатқан топырағым қазір сендерге көрсетейін. Бұл мынадай гүлдерді өсіруге арналған кәдімгідей топырақ. Сондықтан негізі бұл топырақтың құрамына перлит деген перлит қосу керек екен, бірақ дәл қазір менің қолымда перлит жоқ болғандықтан мен оны перлитсіз отырғыза беремін.
мінекей, бір стакан дайын болды. Екінші стаканымыз. Қазір бұғанда топырақты салайық. Мінекей. Екінші стаканымызға, ыдысымызға топырақ салдық мұны. Енді үшінші стаканымызға да дәл осылай топырақ салайық. Дәл осылай топырақ саламыз. Мінекей, топырақты да дайындап салып бітірдік. Енді біз дайындап қойған алдын ала шыршамызды егеміз. Ол үшін мынау ыдыстарға салынған топырақты арнайы затпен бұлай жаңағы шұңқырлап қазып аламыз. Кез келген таяқпен де, палычкамен де бұлай шұңқырлап алуға болады. Ешқандай да оның несі жоқ. Мінекей. Бірнеше жерден тесеміз, өйткені әрқайсысына біз 3-3-тен саламыз. Олай ету себебім менде жаңағы орында жоқ, және сонымен бірге менің артық жаңағы ыдыстарымда жоқ. Сондықтан мен бұлай 3-3-тен бөліп жаңағы отырғызамын. Мінекей. Және мына бір кішірегін отырғызайын. Мына осы үшеуін бірге саламын. Одан кейін түп жақтарын бұлай басыңқыраймын. Одан кейін мынау азайып қалады ғой кішкене. Соған жаңадан үстінен үстемелетіп топырақ саламын. Мінекей, біздің бір шыршамыз дайын болды. Екінші ыдысымыздағы шыршаны отырғызайық. Мұнда да біз міне өзі топырақ бос болғаннан кейін бұлар өздері де жаңағы бұлай батырып сала салуға болады екен. Мына екеуін салдық. Енді мұның қасына да кішкене біреуін салайық. Енді қолмен кішкене топырақтарын басып жібереміз. Ешқандай да несі жоқ, қорқыныш ештеме жоқ. Өзіміздің қара топырақ. Қазір бұлардың үстіне тағы да топырақ салатынымызды мен жаңа айттым. Мына жерде тағы да біреу, төртеу қалған екен. Екеу, үшеу, соңғысы төртеу. Бұл төртеуін осылай бірге бір ыдысқа саламын. Кәне, бұны да кішкене басыңқыраймыз. Және үстеме топырақтар саламыз. Басылған жерлеріне бастап топырақпен толтырып жібереміз. Ол жаңағы карневин жабылған жаңағы жерлерді дейін жоғары топырақпен жабылып тұрғаны дұрыс. Бұдан да тағы толтырыңқырап жоғарыға дейін салуға болады. Мінекей, және бұны да тағы да жан-жағын бастырмалатып жібереміз. Міне біздің нелеріміз, шыршаларымыз дайын. Енді бұған тек қана жаңағы қар суын аздап құйып, қар суын, сосын кейін жаңағы
парник жағдайын жасап қоямыз. Яғни бізде парник қылатындай біз жер үйде тұрмаймыз, сондықтан бұларды мен жаңағы полиэтиленовый неге салып, қалтаға салып, аузын бүріп қоямын. Тіпті мынау үшеуін біріктіріп бір жаңағы салафан мешок дейміз ғой енді. Солай айту бізде қабылданып кеткен, осы салафан мешокқа салып қоямыз. Құрметті Гүлсер қауым, жасыл әлемді сүйетін менің тыңдармандарым, осы видео ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып, сұрақтарыңызды сұрауға болады. Жақсы, қызықты мәліметтерді қалдырып алмас үшін каналға жазылып қоюды ұмытпаңыздар. Келесі видеоларда мен осы шыршаның бүршік атқанын, жаңа жапырақтар шығарып жатқан тамырлығанын сіздермен бөлісетін боламын. Хош сау болыңыздар.